Ақтөбелік оқушы Арман Шалғасбаев вирустан қорғайтын және сигнал беретін маска ойлап тапты деп хабарлайды. Арман Шалғасбаев Ақтөбе қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде білім алып жүр. Өнертапқыш kiris.kz 2021 халықаралық байқауына қатысып бірінші орынды иеленді. Жеңімпаз оқушыға $3000 көлемінде ақшалай сыйлық пен диплом табыс етілді. Оның роботехникалық саласы бойынша халықаралық жұмысқа ұсынған Rad Smart Mask жобасы респираторлық маска мен қоршаған орта анализаторы функциясын атқара алады. Маска негізгі екі бөліктен тұрады. Біріншісі ауадағы газды анықтауға арналған талдау және сигнал жүйесі. Ақпарат Bluetooth модуль арқылы таратылады, ал екінші бөлігі сүзгі есебінде қолданылады. Маска ағзадағы лас ауа мен вирустан қорғайды. Тұтынушыға ыңғайлы болуы үшін екі компонент өзара неодим магнитімен жалғанып тұр дейді Арман Шалғасбаев. Маска сапасы мен оны қайта пайдалану аса маңызды. Жас өнертапқыш ақылды масканы тазалауға арналған радстан құрылғысында жасады. Маска фильтрі ультрамедаль, спадойнт, белсендірілген көмір қосылған және мата акрилден жасалған. Біздегі аппарат оны арнайы ультра күлгін сәулелер көмегімен бірнеше минут ішінде залалсыздандырады. Нәтижесінде маска қауіпсіздікті қамтамасыз етеді деп хабарлайды зияткер. Айта кетейік, Шоқан Уәлиханов мектебі ұйымдастырған халықаралық жарысқа Ресей мен Өзбекстан, Түркия мемлекеттерінде жобалар ұсынылды. Әлемдегі коронавирус пандемияға байланысты байқау онлайн форматта өтті.